Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге кабачок кляр жасап көрсетемін. Өте дәмді, оңай жасалатын тіске басар. Егер де менің каналымдағы рецепттер ұнаған болса, каналға тіркеліп, коммент жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Достар, жасап көріңіздер менің рецептім бойынша. Өте оңай, әрі дәмді, тез жасалатын тағам. Жасаған кабачогымды қазір кесіп көрсетемін. Шімінекей өте жұмсақ. Бізге ол үшін ең алдымен 3 жұмыртқаны шығарып алып, тұз салам, 3 ас қасық қаймақ салам. Жақсылап араластырамыз. Шамалы ұн салып, тағы да араластырамыз. Сонымен клярымыз дайын. Енді кабачогымызды кольцолап турап аламыз, крупқа. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша осылай домалақ қылып турасаңыз да болады, немесе собақшасынан да турасаңыздар да болады. Бұны біз тұз суға самаймыз, бұл қышқыл емес. Сондықтан бірден қуырып ала береміз. Клярымызға батырып алып, осындай қызып тұрған майымызға салып, табаға қуыратын боламыз. Май қатты қызбау керек, орташада отта тұру керек. Бір бетін қуырамыз, екінші айналдырып, бірінші беті қуырған соң екінші бетін аударамыз. Міне бір беті қуырылды, екінші бетін аударып қоямыз. Осылай кезекпе-кезек бәрін аударып шығамыз. Сөйтіп біртіндеп қуырып ала береміз. Осылай қып-қызыл әдемі қуырылады. Қуырылған кабачтар осындай қағаз төсеп, майын сорғыту үшін тәрелкемізге салып аламыз. Өстіп бәрін қуырып аламыз. Тез қуырылады, көп уақыт алмайды. Міне біздің кабачогымыз дайын. Қуырып алдық. Енді столға шайға бере берсек болады. Бұлайша өзін қойсаңыздар да болады, немесе майонезге укроп араластырып, помидормен қосып қойсаңыздар да болады. Шіміні кесіп тағы да көрсетем, өте дәмді, әрі жұмсақ.